Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Сіздермен арнайы пәндер оқытушысы Асқарова Жансая Мағауияқызы. Бүгінгі өтетін пәніміз арнайы технология пәні. Бүгінгі дәрістің тақырыбы қолмен доғалы дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу постының жабдықтары, дәнекерлеу доғасының қоректендіру көзіне қойылатын негізгі талаптар. Бүгінгі тақырыпты оқып үйренудегі мақсаты дәнекерлеу ісі мамандығы студенттеріне қол доғалы дәнекерлеудің артықшылығы мен кемшілігі, постының жабдықтары туралы түсінік беру. Тақырыпты оқып үйренудегі міндеттер: қол доғалы дәнекерлеудің қазіргі теориялары мен бағыттары туралы ғылыми түсініктерді қалыптастыру, тәжірибемен байланысты қол доғалы дәнекерлеу жабдықтарын түсіндіру, студенттерге алған теориялық білімдерін кәсіби тәжірибеде қолдануына үйрету. Дәнекерлеу дегеніміз бұл екі немесе одан да көп металды өзара ажырамайтын етіп қосу процесін айтамыз. Қол доғалы дәнекерлеу ең алғаш пайда болды. Славянов пен Бенардистің еңбектері мен зерттеу жұмыстары негізінен байқап көруге болады. Қол доғалы дәнекерлеу бұл әмбебап дәнекерлеудің түрі болып табылады. Тек қана өндіріс саласында емес, сонымен қатар ол үй жағдайында да қолдануға болады. Бұнда қол доғалы дәнекерлеу кең тараған түрі. Қарай бізде қол доғалы дәнекерлеу негізгі параметрлері. Бірінші ол электродтың маркасы және оның түрі, электродтың диаметрі, дәнекерлеу тоғының күші, тоқтың түрі мен полярлығы және өткелдер саны. Яғни бізде электродтың маркасы және оның түрі. Мына жерде бізде көрсетілген электродтың маркасының түрлері. Бұнда электродтың маркасы, электродтың түрі мен электродтың балқытылған кезде қош қасиеттерін талап етуіне байланысты таңдалып алынады. Келесі ол бізде электродтың диаметрі. Дәнекерленетін металдың қалыңдығына қарап, біз электродтың диаметрін аламыз. Мына жерде бізде кестеде көрсетілген жаңа металдың қалыңдығына қатысты біз электродтың диаметрін, мысалы тәуелділіктері көрсетілген. Осы кесте негізінде қарап алынады. Келесі параметрлерінің бірі ол тоқтың түрі мен полярлығы. Тоқтың түрі мен полярлығы жаңағы дәнекерленетін металдың қасиеттеріне байланысты болып келеді. Дәнекерленетін металдың, яғни берілетін тоқтың күші. Келесі формула негізінен анықталады. И сварки тең 35/50 көбейтілген Д электрод. Бұнда Д электрод дегенім жаңағы электродтың, біздің таңдап алынған электродтың диаметрі болып келеді. Одан кейін 35/50 деген ол бізде тұрақты коэффициенттер. И сварки деген жаңа дәнекерлеуінде қолданылатын тоқтың күші болып. Дәнекерлеушінің керекті жабдықтармен қамтамасыз етілген орынды қол доғалы дәнекерлеу посты деп атаймыз. Ол осы дәнекерлеу посты бізде екіге бөлінеді. Стационарлы және жылжымалы. Стационарлы деген яғни қозғалмайтын, бір орында тұратын, ал жылжымалы деген яғни қозғалатын постын айтамыз. Келесі бізде суретте мына жерде көрсетілген осы қол доғалы дәнекерлеу посты көрсетілген. Дәнекерлеу жұмысын бастамастан бұрын металды дақтан тазалау керек. Бұнда дақтың түрі краска немесе шаң болуы мүмкін. Металды арнайы бір сұйықтықпен химиялық жолмен тазалап аламыз. Одан кейін екінші инверторды қосып тоқты таңдап алу. Бұл тоққа әсер етуші параметрлер бар. Бірінші ол металдың түрі мен қалыңдығы, екінші электродтың диаметрі. Яғни бізде бұнда берілген металдың қалыңдығы 3 мм, 2,5 мм электродтың диаметрі, сондықтан да біз 100 ампердан бастап дәнекерлеу жұмысын жүргіземіз. Бұнда келесі кесте көрсетілген, яғни енді ғана дәнекерлеу жұмысын бастап жатқан дәнекерлеушілер үшін кесте көрсетілген. Бұнда металдың қалыңдығы, электродтың диаметріне қарап, жаңағы тоқ күшін таңдауға арналған кесте түрі көрсетілген. Келесі ол үшінші ол доғаны жағу. Доғаны жағудың екі тәсілі бар. Осы екі тәсілдің біреуін қолдану арқылы доғаны жағып, әрі қарай дәнекерлеу жұмыстарын жүргізеді. Тапсырмасы бірінші ол қол доғалы дәнекерлеу электродтары, екінші осы кез келген екі электрод маркасын алып, оны талдап сипаттама беру. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.